негізді Википедияда бүгінгі күні 278 тілде 17 миллионнан астам мақала бар екен. Оның ішінде ағылшын тілінде 3 миллионнан астам, неміс тілінде 1 миллионнан астам, француз тілінде 1 миллионнан астам, поляк тілінде 760 мың, италия тілінде 758 мың, орыс тілінде 640 мың. 7 мыңға, біздің қазақ тілді ақпарат 7 мыңға да жетпейді. Өкінішке орай, басқа түрік тілдес мемлекеттері қарағанда, мысалы, Түркияда 153 мың, Азербайжанда 47 мың ақпарат, Татарстанда 8 мың, Өзбекстан өзі бізден асып кетіп отыр. Интернет өте төмен дамыған деп айтқанымыз. Ал ТМД мемлекеттерін айтатын болсақ, Белоруссия 25 мың, Украина 250 мың, Литва 128 мың, Эстон 80, Латыш 31, Тәжіктің өзі бізден әлде қайда артық Википедияға ақпарат 9 мыңнан асып отыр. Шын айту керек, Қазақстанда ана тілімізді кәсіби, деректі, әмбебап, ғылыми тұрғыдан мінсіз қамтылу мен тұрақты толықтыру талаптарына жауап бермейтін толыққанды веб-энциклопедия бүгінгі күнге жоқ. Елдігіміз бен егемендігімізге сын емес пе бұл жағдай? Неге қазақ тілді тұтынушылар өзге елдердің веб-ресурстарын тәуелді болу керек? Ақпараттық тәуелсіздік жалпы ұлттық қауіпсіздігімізді құрамдас бөлігі емес пе еді? Басқа елдің ақпараттарын айналып келгенде сол елдің саясаты емес пе? Осыған орай бірнеше ұсынысым бар. Бірінші, ақпарат және байланыс, мәдени, білім, ғылым министрліктеріне ана тіліміздегі веб-ресурстарды дамыту, олардың сапасын арттыру тұрғысында, оның ішінде оқушылардың мен студент жастардың бағытталған ғылыми танымалық әмбебап веб-энциклопедиясын жасауды тапсырылсын. Екінші, сонымен қатар аталған министрліктердің қарамағында ғылым мекемелердің ұйымдастырған Википедия сияқты көпшілік білетін қарайтын сайттарды, қазақ тіліндегі ақпараттарды, мақалаларды арттыруды тапсырылсын. Құрметті Кәрім Қажымқанұлы, жоғарғы аталған шаралардың ертеңнен бастап жүйелі түрде атқарылы басталса, мемлекеттік тілдегі ғылыми көпшілік танымалдық веб-сайттардың саны да арта түсер, нұр үстіне нұр болады. Қазір өздеріңізге белгілі индустриялық инновациялық жобалардың нәтижелі болу үшін тек қана технологиялар емес, қаржы емес, бірінші кезекте білімді біздің мемлекеттің азаматтары керек. Ал бүгінгі күні 20% астан азаматтарымыз интернетте отыр, болашақ көбейеді, 70%-ға дейін баратын ақпараттар бар 3-4 жылдың ішінде. Ал енді бұндай ақпараттың болмауы өкінішті. Осы депутаттық сауалды Абенов, Өтемісов, Абсалямов, Альзақов, Соловьева, Сыздыкова, Садуақасов, Тлеухан, Асанов депутаттар қолдап отыр.